Сәлем достар, қасқыр еркіндікті жақсы көретін аң. Оны қолға үйрету қиынның қиыны. Қасқыр қақтығыстан қайтпайды, не жеңеді, не өледі. Әйтеуір аяғына дейін жеткізеді. Ол тек қана балығын жаңа етпен қоректенеді. Өлексені татып алмайды. Сонымен қатар, ол өзінің маңдай терімен ұстаған олжасын ғана жейді. Сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Бұл бейнемізде біз сіздерге қасқырлар туралы таңғажайып мәліметтерді айтамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше кеттік. Қасқырлардың тағы бір ерекшелігі, ұрғашы қасқыр мен еркек қасқыр жұптарын жазбай өмір сүреді. Бір-бірінен ешқашан алмастырмайды. Оларды тек қана өлім ғана ажырата алады. Бала тәрбиесіне екі жақта атсалысады. Бір-біріне деген адалдығын қасқырлардың басты ерекшелігі ретінде атауға болады. Ұрғашы қасқыр ұйықтап жатқанда, еркек қасқыр күзетіп тұрады. Қасқырлардың өзара қатынасы өте қатаң реттеліп отырады. Егер де араларында бір жұп әлсіз болатын болса, онда ол жұп бала туу санын шектейді. Бұл генетикалық құрамды жақсарту мақсатында жасалатыны айтпаса да түсінікті. Одан соң мына кереметті қараңыз. Бір топ қасқыр. Ең алдында 3 әлсіз қасқыр әрі ауру қасқыр келеді. Егер алда бір төтенше жағдай бола қалса, алдымен солар құрбан болады. Сонымен қатар, бұл үшеуі жол таптап, кейінгілердің күшін сақтап қалуға ықпал етеді. Одан кейін 5 еркек қасқыр келеді. Бұл негізгі топтың басы. Ортада 11 ұрғашы қасқыр кетіп барады. Олардан соң тағы 5 еркек қасқыр. Ал ең соңында басшы бөрі келеді. Ол топтың жүру басын қадағалап, бақылап, әрі реттейді. Сол үшін топтың артында жүреді. Қасқырлар араларындағы жұп қасқырларға, яғни еркек пен ұрғашы қасқырларға құрмет көрсетеді. Олжалы бола қалса, бірінші соларға бөліп береді. Жататын жерлерінде жайлы, оңашалау жерден таңдап қояды. Күшті қасқырлар әлсіздерге қамқор болады. Ал егер де өзара заңдылықты бұзатын болса, онда олармен басқаша сөйлесуі бек мүмкін. Бұл жыртқыш аңның бостандыққа деген ұмтылысын тарихқа таспен қашап жазуға болатындай. Неге десеңіз, қақпанға түскен қасқыр аяғын тістеп кесіп, әрі қарай жолын жалғастыратындығы сөзімізге дәлел болса керек. Сондай-ақ егер аңшылар қақпанға түскен қасқырды тез арада қолға түсірмесе, онда әлгі қасқырдың серіктестері оны жеп кетуі мүмкін. Себебі қасқырлар өзінің тобындағы ең әлсіз, ауру қасқырларды азық ретінде жеп қоятыны біреу білсе, біреу білмес. Кейбір қасқырлардың салмағы 100 килограммға дейін жетуі мүмкін. Қасқырлар экватор сызығына алыс-жақын орналасу ретіне байланысты өседі. Тропикалық қасқырлардың кәдімгі иттерден қатты айырмашылығы жоқ. Қиыр шығыстағы қасқырлардың салмағы 60 килограммға дейін жетеді. 1995 жылы 14 қасқыр Йеллоустон ұлттық қорығына жіберілді. Сол кезде ғалымдар бұл қорықтың экожүйесін өзгертетініне күмән келтірмеген болатын. Өзгергенде де жақсы жағына қарай өзгеретініне күмәнданбады. Себебі бұнда тек қана бұғылар өмір сүретін. 70 жыл көлемінде бұнда қасқыр болмағандықтан бұғылар патшалық құрды. Ал бұл болса өз кезегінде жергілікті өсімдіктердің өркен жаюына айтарлықтай кедергі келтірді. Қасқырлар қорықтағы барлық бұғыны жеп тауыса алмайтыны анық. Бірақ олар қасқырлар мекендейтін аймаққа аттап баспайтын болды. Міне, сондай аймақтарда өсімдіктер еркін өсе бастады. 6 жыл көлемінде ағаштардың саны 5 есеге артқан. Сол кездері кеміргіштер пайда болды. Сондай-ақ қасқырлар шибөрілердің азаюына қамтамасыз етті. Ал бұл кезде қояндар мен тышқандардың артуы байқалды. Содан соң қорыққа аюлар келді. Олар өз аймақтарынан қасқырларды қуып шықты. Жемістердің өсуі осы жағдайдан кейін арта бастады. Ең қызығы, қасқырлар өзеннің ағысын реттеді. Өзеннің ағуы бұрынғыдан бір қалыпты күйге түсіп, өзен жағасының эрозияға ұшырауы сап тыйылды. Қалай десеңіз, бұлардың азаюы ағаштардың шөп әлеуметтік әдеттерін және өздерінің өмірін қамтамасыз ететін тәсілдерін бірнеше рет зерттеді. Қасқырларды зерттеумен айналысқан доктор Мэтч өзінің 50 жылдық жұмыс тәжірибесіне сүйене отырып, сұр жыртқыштар туралы көпшілікке белгісіз 5 мәліметті келтірді. Қасқырлар байқалатын аумақтың мөлшері ол жердегі жыртқыштардың санына байланысты. Аумақта жемтік аса көп болмаса, қасқыр тобыры мекендейтін жер 50 шаршы шақырымнан бірнеше жүзге дейін өзгеруі мүмкін.
Ал қасқырлар тобырының бірлесіп ұлуы басқа қасқырларға азық жоқ екенін ескертіп, бұл аумаққа келмеуін білдірудің бір жолы. Қасқыр адамдарға ерекше жағдайларда ғана қауіпті. Бүгінгі таңда қасқырлар арасында құтыру ауруы таралуының алдын алу тиімді жасалып жатқандықтан, бұл жыртқыштардың адамдарға кездейсоқ шабуылдар жасауы азайып бара жатыр. Көптеген қасқырлар мекендейтін жерлерде адамдар, керісінше өздері оларды аулайды және қақпан құрады. Қасқырлар бірінші кезекте қауіпті емес аңды таңдайды. Олар әсіресе кәрі, өте жас, аш, жаралы немесе ауру жануарларға, яғни әлсіздерге шабуылдайды. Әдетте қасқырлар өз аумағында жемтік санын азайтпайды. Алайда ерекше жағдайларда қыс бірнеше жыл қатарынан суық болса, немесе ұзақ құрғақшылық, я болмаса таралу аумағы азайып бара жатса, жергілікті жануарлар дүниесінің санын азайтып, тіпті толықтай жойып жібереді. Қасқырлардың кез келген аумағында өмір сүріп жатқан мал саны осы аумақтағы жемтік жалпы массасына тікелей пропорционал. Бұл факт анық көрінуі мүмкін. Бірақ жемтік саны неғұрлым көп болса, қасқырлар саны соғұрлым көп болуы мүмкін. Доктор Меч 25 жыл бойы жаз айларында Канаданың арктикалы Элсмир аралында қасқырларды зерттеумен болды. Оның айтуынша, осы сапар кезінде ол қасқырлар туралы жалпыға ортақ түсініктерге сәйкес келмейтін көптеген фактілерді білді. Осы мәліметтердің кейбіреулері аса маңызды емес, ал басқалары біздің түсінігіміздегі жалпы көріністі толықтырады. Бірақ олардың арасында мамандар маңызды деп санайтын нәрселер де бар. Олардың үшеуі. Жаңа теорияға сәйкес, қасқырлар бәсекелестермен жекпе-жекте жеңіске жеткеннен емес, өзінің сыңарын тауып, ұрпақ қалыптастырғаннан кейін жаңа тобыр құра отырып басшы болады. Арктиканың қасқырлары тәуліктік поляр түні жағдайында күшіктер қозғалуға қабілетті болғанда, қыста да орын ауыстырып көше береді. Аң аулау кезінде қасқырлар кейде сақтық пен жоғары ұйымдастырылған ойлаудың өзге белгілерін көрсетеді. Зерттеу жылдарында қасқырлар маманды бірнеше рет таңғалдырды. Меч жараланған қасқырға жақын таныс тобырдың шабуыл жасағанын көріп, қатты таңданды. Кейінірек бұл қасқыр өлді. Қасқырлардың кезінде бір-біріне жақын болған жолдастарына шабуыл жасап, өлтіріп тастағанын жақыннан көру мені қатты таңдандырды дейді ғалым. Сондай-ақ бір тобыр қасқырдың менен 5 метр қашықтықта жұпарлы өгіздің бұзауын тартып, жеп тастағанын да өз көзіммен көріп қатты таңғалдым деп қосады ғалым. Сонымен бірге, ол бір жасар қасқырдың қоянды әдейі өлтірмей, бөлтірікке апарғанында өз көзімен көргенде қатты таңданған. Осымен бұл бейнеміздің аяғына келдік. Егер бейне ұнаса лайк басып, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Бізге жазылып, видеоны барша әлеуметтік желілерге таратыңыздар. Ал өзіңіздің осы мәліметтерге алып қосарларыңыз болса, пікірлеріңіз болса, пікіралаңға жазып қалдырыңыздар. Келесі кездескенше, YouTube'тың қызығын бөліскенше достар.